математика 6 сынып 34-ші есеп. ABCD тіктөртбұрышының ұзындығы 15 см. Мұнда тіктөртбұрыш берілген, ұзындығы 15 см. Ені 8 см. Бірдешін суреттеп тұр. ABE бұрышының ауданы BCE бұрышының ауданының қатынасы 2-нің 3-ке қатынасындай. ABE бұрышы және де BCE бұрышы дейді. Осы үш бұрыштардың аудандарын қатынасы беріліпті. Енді бізге табу қатынасына дейді. ABE бұрышының ауданы BCE бұрышының ауданы табылады. Ол үшін бізге жалпы бір үшбұрышты беріп тұр. ABC деген үшбұрышты беріп тұр. Осының ауданын табайық. Ол үшін не істейміз? Жалпы бірінші тіктөртбұрыштың ауданын табайық. Ол S тең A көбейтілген B дегеніміз. Ол 15-ті көбейтеміз 8-ге тең 120 сантиметр квадрат. Ол жалпы тіктөртбұрыштың ауданы. Енді қарасаңыздар, қақ ортасынан бөлініп отыр. Ондай болса үшбұрыштың SABC деп қояйық. ABC үшбұрышының ауданы. Оны табу үшін 120-ны бөлеміз 2-ге тең 60 сантиметр квадрат. Демек, ABC үшбұрышының ауданы таптық. Енді осыны 60-ты бөлеміз қатынасқа. Себебі осы 2 үшбұрыштан құралып тұр осы үлкен үшбұрыш. 2 қосылған 3-ке тең 12. 12-ні көбейтеміз 2-ге тең 24 сантиметр квадрат. Ол мынанікі 24 сантиметр квадрат. ABE үшбұрышының ауданы. 12-ні көбейтеміз 3-ке тең 36 сантиметр квадрат. Ол BEC үшбұрышының ауданы. Осымен есебіміз аяқталды. Жақсы сау болыңыздар, арнаға тіркелуді ұмытпаңыздар.